Достар, біздің парақшада жаңа меже 4000 адам біздің арнаға жазылды. Бұл біз үшін керемет мотивация. Әрдайым сізді ерекше контентпен қуантуды жалғастыра береміз. Біздің ендігі мақсат тұрақты түрде аптасына 2 эксклюзивті, қызықты видеолар ұсыну. Сол себепті сіздер бізді қолдай беріңіздер. Міндетті түрде Соқкер арнасына жазылып, әрбір видеоға лайк басып, комментарий жазсаңыздар, сіздерге 1000 алғыс. Біздің халық әрдайым көршілес елдің жаһандағы жетістіктерін бақылап қуанып жүреді. Бауырлас өзбек пен қырғыз жанкүйерлері осындай үрдісті қолдайды деген сенімдеміз. Алдыңғы видеоларда біз қазақ пен өзбек футболын салыстырдық. Қазақстан чемпионатында ойнап кеткен мықты өзбек футболшыларын сараладық. Ал ендігі кезек керісінше өзбек ағайындардың чемпионатында ойнап кеткен қазақ футболшылары туралы сөз қозғамақпыз. Бұл тізімді көрместен бұрын комментарийге алғаш болып есіңізге түскен аяқ допшыны жаза кетіңіз. Жазсаңыз, кеттік. Ұлықбек Асанбаев. Өзбекстан чемпионатын ең көп ұтып алған қазақстандық футболшы ол Ұлықбек Асанбаев. Ұлықбек бала кезінде ата-анасымен бірге Өзбекстаннан Шымкентке қоныс аударып, 8 жасында оңтүстік футбол мектебінде доп тебуді бастайды. Кәсіби мансабын Скиф Ордабасы клубында бастаған болашақ ұлттық құраманың футболшысы 1997 жылы туған еліне оралып, Ташкенттік МХСК сапында тұңғыш рет Өзбекстан чемпионы атанады. Араға 1 жыл салып Достлық деген командамен де чемпион атанады. 21 жасында 2 дүркін Өзбекстан чемпионы атанған Асанбаев ел гранды Пахтакор клубының көзіне түседі. Бірақ бұл командаға ауысқан футболшы ештеме жеңбей қайта Қазақстанға оралады. 2001 жылы талантты вингер елордалық жеңіспен алғаш рет Қазақстан чемпион атанады. 2003 жылы ұлттық құраманың негізгі клубына айналған Қайрат Смақов, Ирисметов, Булешев секілді ойыншылар жиналып, Галактикас құрып, Асанбаевты да өз құрамына шақырады. Асанбаевтың мансабындағы ең мықты клуб ол Ақтөбе. Олар 3 жыл қатарынан ел тізгінін қолынан жібермей чемпион болады. 2011 жылы мансабын аяқтаған соң Асанбаев Шахтердің спорт директор лауазымына тағайындалады. Өзінің бұрынғы бапкері Виктор Кумыков екеуі жақсы команда құрып, Еуропа турнирлерінің топтық кезеңіне жолдама алған алғашқы қазақстандық клуб атанды. Кейін Батыстық Ақжайық және Ақтөбеде жұмыс атқарды, ал былтыр туған қаласына айналған Шымкент шаһарына оралып, Ордабасы клубының алғаш чемпион болуына зор үлес қосады. Қазір Ұлықбек Бахриддинұлы футзалдан әлем чемпионаты өткен қала Андижан клубында жұмыс атқарады. Сол жұмыспен қатар Асанбаев Қазақстандағы көптеген мықты футболшылардың агенті екен. Тіпті Асанбаевтың авторитетін мойындамайтын федерацияның топ лауазымдағы қызметкерлері де бар екен. Бірақ бұл басқа әңгіме. Қайрат Отабаев. Қайрат Отабаев Өзбекстан астанасы Ташкентте дүниеге келді. Кәсіби футбол мансабын Асанбаевпен 2000 жылы Пахтакор сапында бастады. Ұлықбек клубтан кеткен соң Қайрат командада қалып, аңсаған чемпиондықты ұтып алады. 3 жыл ішінде Ташкенттік клубта 72 ойын өткізіп, 2 мәрте голмен көзге түседі. 2003 жылы Қазақстанға қоныс аударып Алматылық Қайратқа ауысады. 2003-2004 жылдары Қазақстан кубогын және чемпионатын иеленеді. 2007 жылы Отабаев Алматының жаңа жобасына сеніп, Мегаспорт клубына ауысады. Мегаспорт сапында 2 маусым өткізіп, қайтадан Өзбекстанға оралады. Бірақ Андижанға іс-сапары сәтсіз болып, Қайратқа 2-ші мәрте оралады. 2009 жылы Отабаев Өзбекстан чемпионатына қайта оралып, Андижанға көшіп келеді. 1 маусымнан кейін ол қалай ойлайсыз, қай клубқа ауысады? Дәл сол алматылық Қайратқа қайтады. Отабаев өз мансабында 2 ұлттық құрамада ойнап үлгерген футболшы қатарына кіреді. Ондай футболшылар Фрэнс Пушкаш, Тиаго Мотта, Диего Коста, Диклан Райс және Қайрат Отабаев. Біздің чемпионатта неше түрлі мықты футболшылар ойнап. Мансабын аяқтаған Қайрат қазір футбол эксперті болып жұмыс жасайды.
Жасұлан Декханов немесе Жасур Нарзикулов әлде Жасұлан ба? Дарынды қақпашы Өзбекстанның Жизақ қаласында туған. Ол жерде 13-14 жасында футбол ойнай бастаған Жасұлан әлде Жасур 17 жасында туыстары тұратын Шымкент қаласына қоныс аударады. Алдымен түрлі әуесқойлар турниріне қатысқан қақпашы кейінірек жергілікті биік клубында өнер көрсетті. Ал 2005 жылы жергілікті Ордабасы клубына шақырту алды. 2006 жылы Қазақстанның су жаңа чемпионы Ақтөбеден шақырту алады. Жасұлан Батыс Қазақстан клубында вице-чемпион, ал 2007 жылы Қазақстан чемпион атанды. 2008 жылы 2 наурызда ол командамен бірге 2008 жылғы футболдан Қазақстан суперкубогын жеңіп алды. Бірақ сол жылдың наурыз айында Премьер-лиганың барлық ойыншыларының құжаттарын жасына сәйкес тексергенде, ол Жасұлан деп көрсетілген құжатты қолдан жасап жатқан жерінен ұсталды. Қақпашы ешқандай да Жасұлан Декханов емес, Жасур Нарзикулов екені шығады. Соған байланысты Декханов атымен шыққан матчтардың бір бөлігінің нәтижесі жойылды. Бірақ 31 наурызда Қазақстан футбол федерациясының апелляциялық комиссиясы Қазақстан футбол федерациясы КДК шешімін жоққа шығарып матчтың нәтижелерін қайтарады. Айтып тұрмыз ғой, біздің футболда неше түрлі қызық оқиғалар мен футболшылар көп. Ойыншы Декханов Нарзикуловқа Қазақстан футбол федерациясы өткізетін барлық ресми турнирлерге қатысуға тыйым салынды. Соның салдарынан ол Қазақстаннан кетіп қалды. Ол оқиға бойынша ойыншының өзі былай жауап берді: мен жай ғана футбол ойнағым келді. Менің аңқаулығымды кейбір адамдар пайдаланып қалды. 2009-2011 жылдары Өзбекстанда ойнады. Алдымен Әндіжан мен Машал, кейін Қызылқұм командаларында бағын сынады. Бірақ мұнда оны қазақстандық деп есептеп, көп мүмкіндік ала алмады. 2011 жылдың ортасында енді нақты аты Жасур Қазақстанға оралып Қайсар клубының ойыншысы атанды. 2012 жылдың қаңтарында ол Ақтөбемен тағы 2 жылдық келісім шартқа отырды. Бірақ ресейлік қақпашы Андрей Сидельниковпен бәсекелестікті жеңе алмады. Барлық ойынды қосалқы құрамда өткізді. Жасур 2023 жылдың күзінде Тұран сапында футболдағы мансабын аяқтады. Қазіргі кезде Жасур Ақтөбеде отбасын құрып, жас қақпашыларды жаттықтырады. Арсен Тлехугов. Біздің бүгінгі топта Өзбекстанда мансабын аяқтаған жалғыз ойыншы ол Арсен Тлехугов. Арсен Қабарда-Балқар Республикасының Урух ауылында дүниеге келген. Кішкентайынан қорғаушы позициясында ойнап жүрген Арсенді 17 жасында Аслан Гоплачев атты бапкер шабуыл шебіне жылжытады. 90 жылдардың соңына дейін Спартак Нальчик, Локомотив Нижний және Кристалл клубтарында доп теуіп 2000 жылы Қазақстанға қоныс аударады. Оны елордалық жеңіс өз сапына қосады. Келе сала шабуылшы голдарды қапшықтап сала бастайды. 2001 жылы рекордтық 30 гол салып, жеңістің чемпион болуына зор үлес қосады. Дей отыра, сол рекордты әлі күнге дейін ешкім жаңарта алмады. 2003 жылы Қайратқа ауысып 3 маусым ішінде қарсыластар қақпасын 34 рет дәл нысанаға алып, тағы бірнеше титул жеңіп алады. 2007 жылы Астанаға қайта оралады, бірақ сол кездегі команда бапкерінің көңілінен шықпай, Өзбекстан чемпионатына аттанып, Бухара командасының сапында 2009 жылы өз мансабын аяқтайды. Ривалдыға қарсы Өзбекстанда ойнап үлгерген Арсеннің арманы жоқ шығар. Достар, ал біздің арманымыз жыл соңына дейін 10 000 оқырманға жету. Соқкерді қолдайық, қазақша контентті қолдайық.